Киім. Киім денені ауа райының, сыртқы ортаның зиянды әсерінен қорғайтын, адамның денесіне киюге арналған бұйым. Киім бір жағынан адамдардың қажеттілігін қанағаттандыратын материалдық құндылық. Екіншіден, адамның келбетін өзгертетін қолданбалы сән өнері. Киім халықтың ұлттық ерекшелігін, оның әсемдікке деген талғамын көрсетеді. Әр адамның жеке басында ішкі киім, сырт киім, бір киер сәндік киімі болады. Бір киер киім деп қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақ салтында ер-жігіт жекпе-жекке түсерде, соғысқа барарда киімдердің ең жақсысын, көрнектісін киген.